Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге домбырада күміс құмған аян тартуды үйрететін боламын. Алдымен сіздерге өзім тартып көрсетейін, содан соң үйрететін боламын. Бірінші сіздерге куплетін үйретейін. Алдымен біз сіздермен бірге біздің ауыл сұрасаң бел тұрғанда деген жерін тартайық. Біздің ауыл сұрасаң бел тұрғанда. Алдымен ашық 6-шы перненің тұсында қолымызды осылай ашып тұрып, бір қағыс тартамыз, төмен қарап. Одан соң 6-шы пернені басып тұрып, бірінші саусақпен 7 қағыс тартамыз. Бірінші жоғарыдан бастап тартамыз. Сонда бізде 8 қағыс болды. Осы екеуін бірге қоссақ 8 қағыс болады. 8 қағыс болады. Міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сосын 7-ші пернеге 2-ші саусақпен барып 4 қағыс тартамыз. 6-ші перне, 1-ші саусақ 4 қағыс. 7-ші перне, 2-ші саусақ 4 қағыс. Біз сіздермен бірге қазір біздің ауыл сұрасаң бел тұрғанда ай деген жерін үйрендік. Ал енді сіздермен бірге тартып көрейік. Біздің ауыл сұрасаң бел тұрғанда. Ал енді сіздермен бірге біз биік ағаш солқылдар жел тұрғанда ай деген жерін тартамыз. 3-ші перне, 2-ші саусақ 4 қағыс. 6-ші перне, 1-ші саусақ 2 қағыс. Содан соң 2-ші пернеге барып 2-ші саусақ 2 қағыс. 4-ші перне, 2-ші саусақ 2 қағыс. 2-ші перне, 2-ші перне, 2-ші саусақ 1 қағыс. 1-ші перне, 1-ші саусақ 1 қағыс. Және де 8 қағыс ашық. Ал енді сіздермен бірге осыны тартып көрейік. Осы екеуін бірге қосып тартайық. Біздің ауыл сұрасаң бел тұрғанда, қайың ағаш солқылдар жел тұрғанда. Күн мен айын басқаның мен қайтейін ай, тал шыбықтай боралып сен тұрғанда.
жаңа мен сіздерге үйреткен куплетінің жаңағы екі қатарын екінші рет орындасаңыздар, куплет уже дайын болады. Ал енді сіздермен бірге біз қайырмасын тартып үйренейік. Қайырмасын біз екі рет тартатын жері бар. Яғни бірінші куплеттен соң біз қайырмасын екінші рет тартамыз. Алдымен жетінші перне, екінші саусақ, төрт қағыс. Күміс құмға деген жерін тарттық сіздермен бірге. Күміс құмға. Алтыншы пернеге барып төрт қағыс, бірінші саусақ, най деген жерін тартамыз. Най. Жетінші перне, екінші саусақ, отта тұрған деген жерін тартамыз. Отта тұрған, төрт қағыс болады бұл жақта. Сосын алтыншы пернеге барып қайтадан төрт қағыс, бірінші саусақ тартамыз. Ай. Қайтадан жетінші пернеге барамыз, екінші саусақпен, онда да төрт қағыс. Айналайын. Алтыншы перне, бірінші саусақ, екі қағыс. Көзің. Сосын екінші пернеге барып, екі қағыс. Яғни жаңа куплетте тартқан соңғы жақтары бар ғой, мысалға. Биік ағаш солқылдар, жел тұрғанда ай деген жерін куплетте де дәл солай соңғы жағында тартамыз. Айналайын көзің. Екінші перне, екінші саусақ, екі қағыс. Мен. Төртінші перне, екінші саусақ, екі қағыс. Ашып жұмғана. Екінші перне, екінші саусақ, бір қағыс, яғни төмен. Одан соң бірінші перне, бірінші саусақ, бір қағыс, жоғары. Одан соң 8 қағыз ашық. Қайырмасын тартатын кездегі бас жағындағы бірінші қайырмасын тартып үйретейін. Күміс құмғанай, отта тұрғанай, айналайын көзіңнен ашып жұмғанай. Осылай түсетін жерін үйретейін сіздерге. Міне, дәл жаңағыдай қайталаймыз. Күміс құмғанай, отта тұрғанай, айналайын көзіңнен ашып жум. Дейміз да, жаңағы екіде бір қағыс тартатын жеріміз ғой. Былай тартатын едік қой біз. Ашып жұмғанай деп шығып кететін едік. Бұл жерде біз қазір түсеміз. Ашып жум. Қайтадан алтыға өтеміз да, қайтадан төртке өтеміз да, екіден кейін екіде бір қағыс. Жұмғанай. Жоқ. Ашып жұмға. Кіші саусақ. Екіде біз бір қағыс тартып шығып кететін едік. Енді біз қазір екіде бір қағыс, сосын төмен қарап тағы төртке бір қағыс, сосын алтыға кіші саусақпен өтеміз. Ашып жұмғанай. Бұл кезде 8 қағыс тартамыз. Осылай түскен соң қайтадан жаңағы ашып жұмғанай деп тартып болған соң қайтадан қайырманы тартамыз. Күміс құмғанай, отта тұрғанай, айналайын көзіңнен ашып жұмғанай. Дәл осылай тартамыз. Алдымен жаңағы түсіп кететін жерді тартып, одан соң шығып кетеміз. Сол кезде бізде қайырма 2 рет тартылады. Содан соң бізде біріншіден не жаман, өсек жаманай деген сияқты сөздер жалғасып кете береді. Ол сөзді сіздер жаңағыдай мен сіздерге үйреткен куплеттің нотасына саласыздар, сонда бізде күміс құмғанай әні дайын болады. Осымен күміс құмғанай әнін үйретіп болдым. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Міне күміс құмғанай әнінің сөзі, скриншоттап алыңыздар. Және де міне оның нотасы. Сіздерге сәттілік тілеймін. Домбыраны жақсы меңгеріп үйрене беріңіздер. Ал олай болса, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Аруна. Және де осындай видеолардың көбірек болған қаласаңыздар, төменге комментарийге плюс қалдырып кетіңіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.